Сәлеметсіз бе? Мені өте мұқият тыңдаңыз. Өйткені дәл қазір айтатын нәрсе сізге біртүрлі көрінуі мүмкін. Бірақ дәл осы ақпарат көптеген адамдарды ауыр асқынулардан, дәріге тәуелді өмірден құтқара алады. Бір сәт елестетіп көріңізші, қандағы қант мәселесінің шешімі қымбат дәрілерде де, шетел клиникаларында да емес. Ол дәл қазір сіздің ас үйіңізде болуы мүмкін. Тіпті мұздатқышымызда. Иә, кәдімгі мұздатқышта. Көптеген тәжірибелі дәрігерлер мен биохимия мамандары бір қызық нәрсені жиі айтады. Диабет суықтан қорқады. Бұл жай әдемі сөз емес. Бұл организмнің биологиялық реакциясына байланысты нақты құбылыс. Қазір миллиондаған адамдар глюкометрге қарап күнін бастайды. Экранда қандай сан шығады? 7, 9, 12. Сол сәтте адамның ойына бір ғана нәрсе келеді. Тағы да қант көтеріліп кетті. Ал бәріміздің арманымыз бір. Таңертең глюкометрде 5 шамасындағы тұрақты көрсеткіш көру. Көп адам диабетпен күрес дегенді тек шектеу деп түсінеді. Диета, тыйым, дәрі. Бірақ табиғат бізге әлдеқайда қарапайым құрал беріп қойған. Мәселе, біз оны дұрыс қолданбаймыз. Бүгін біз әр үйде бар бір жеміс туралы сөйлесеміз. Қызығы, адамдардың 90% оны мүлде дұрыс пайдаланбайды. Көп жағдайда біз ең пайдалы бөлігін өз қолымызбен қоқысқа тастаймыз. Иә, сөз лимон туралы. Бірақ асықпаңыз. Мен айтып отырған әдіс лимонды шайға салу емес. Негізгі құпия суықта. Көп адам суықты жау көреді. Суық тисе ауыр қалам деп ойлайды. Ал шын мәнінде ағза салқындықты сезгенде ерекше қорғаныс режимін іске қосады. Организм жылыну үшін энергияны белсенді түрде жұмсай бастайды. Ал ең қолжетімді энергия көзі қандағы глюкоза. Яғни суық ағзаны артық қантты жағуға мәжбүр етеді. Бірақ бұл тек бастамасы ғана. Негізгі құпия өнімді мұздату процесінде. Сіз бір нәрсені байқадыңыз ба? Мұздатылған жидек еріген кезде ерекше шырынды болып көрінеді. Бұл жай ғана сезім емес. Мұның артында қарапайым физика жатыр. Өсімдік жасушаларының ішінде су болады. Су қатқанда кеңейеді. Ал мұз кристалдары жасуша қабырғаларын жарып жібереді. Нәтижесінде бұрын жасушаның ішінде қамалып тұрған пайдалы заттар босап шығады. Біз үшін бұл өте маңызды. Өйткені көптеген биологиялық белсенді қосылыстар, полифенолдар, эфир майлары, флавоноидтар, қатты талшықтардың ішінде жасырынып тұрады. Жемісті жай ғана жегенде олардың көп бөлігі ағзаға толық сіңбейді. Ал мұздату сол құлыптарды ашып береді. Басқаша айтқанда, қарапайым тағам күшті табиғи экстрактқа айналады. Қызығы, адамдар қымбат қоспаларға ақша жұмсайды. Ал дәл сондай әсерді ас үйдегі мұздатқыштан алуға болады. Енді біздің басты кейіпкерімізге қайта оралайық. Бұл кәдімгі лимон. Бірақ оның ең құнды бөлігі шырыны емес. Ең күшті заттар қабығында және оның астындағы ақ қабатта орналасқан. Көп адам лимонды кесіп, шырынын пайдаланып, қабығын лақтырып жібереді. Шын мәнінде, дәл сол жерде ағзаға пайдалы көптеген қосылыстар бар. Әсіресе инсулинге сезімталдыққа әсер ететін табиғи заттар. Олар көмірсулардың тым жылдам сіңуіне жол бермейді. Соның арқасында қант бірден көтеріліп кетпейді. Ал енді ең қызық нәрсе. Лимонды толығымен мұздатқанда бірнеше өзгеріс болады. Біріншіден, ащы дәм әлсірейді. Екіншіден, лимон қатайып, оны толық пайдалануға мүмкіндік береді. Үшіншіден, пайдалы заттардың қолжетімділігі артады. Сондықтан, лимонды дұрыс қолдану тәсілі мүлде басқа. Ал қазір мен сізге нақты қалай жасау керегін көрсетемін. Бірақ алдымен бір сұрақ. Сіз қандағы қантты қалай бақылап жүрсіз? Қатаң диета ұстайсыз ба? Күн сайын көп жүріп, қозғалысты көбейттіңіз бе? Әлде халықтық әдістерге сенесіз бе? Пікірге нөмірін жазыңыз. Бұл басқа адамдарға да көмектеседі. Ал егер денсаулығыңызға шынымен бейжай қарамасаңыз, осы сияқты қарапайым, бірақ маңызды ақпаратты жіберіп алмау үшін арнаға жазылуды ұмытпаңыз. Ал енді ең маңызды бөлімге көшейік. Егер қаласаңыз, мен келесі хабарламада мұздатылған лимонды дайындау, дұрыс қолдану тәсілдері, қантты төмендетуге арналған комбинациялар,
Енді теория жеткілікті, практикаға көшейік. Лимонды дұрыс дайындау бұл жерде ең маңызды нәрсе. Көп адам дәл осы жерде қателеседі. Бірінші қадам – дұрыс тазалау. Дүкендегі лимондардың көбіне арнайы қорғаныш қабаты жағылады. Бұл балауыз немесе парафин. Ол жемісті ұзақ сақтауға көмектеседі. Бірақ ол біздің ағзамызға қажет емес. Сондықтан алдымен лимонды жақсылап жуу керек. Ыстық су алыңыз. Аздап ас содасын қолданыңыз. Қабықты щеткамен немесе қолмен жақсылап ысқылаңыз. Лимон таза болуы керек. Химияның иісі емес, табиғи лимон иісі шығуы тиіс. Екінші қадам – құрғату. Бұл ұсақ нәрсе сияқты көрінуі мүмкін, бірақ өте маңызды. Жуылған лимонды қағаз сүлгімен толық құрғатыңыз. Егер дымқыл күйінде мұздатсаңыз, үстінде мұз қабаты пайда болады, ал бізге таза өнім керек. Үшінші қадам – мұздату. Таза әрі құрғақ лимонды пакетке салыңыз да, мұздатқышқа қойыңыз. Минимум 5-6 сағат. Ең дұрысы түні бойы. Таңертең ол тас сияқты қатты болады. Дәл бізге керегі сол. Төрт қадам. Лимон қарын дайындау. Мұздаған лимонды алып, қарапайым үккішті алыңыз. Орташа немесе майда жағын пайдаланыңыз. Ең бастысы, лимонды толығымен үгіту. Қабығы, ақ қабаты, тіпті дәндері де. Мұздаған лимон шырын шашпайды. Ол хош иісті ұнтақ сияқты болып үгітіледі. Ал дәл сол жерде барлық пайдалы заттар бар. Дайын қоспаны кішкентай контейнерге немесе банкаға салып, қайтадан мұздатқышқа қоюға болады. Осылайша сізде әрдайым дайын табиғи қоспа болады. Енді оны қалай пайдалану керек? Мен сізге ең киімді 3 тәсілді айтамын. Бір тәсіл – таңғы асқа қосу. Бұл ең қарапайым әдіс. Бір шай қасық мұздатылған лимон үгіндісін сұлы ботқасына сүзбеге табиғи йогуртқа қосуға болады. Неге бұл пайдалы? Лимон құрамындағы қышқылдар мен пектин көмірсулардың тез сіңуін баяулатады. Яғни, тағам бірден қантқа айналып кетпейді. Қандағы глюкоза баяу көтеріледі. Нәтижесінде ұзақ уақыт тоқ боласыз. Тәтті жегіңіз келмейді. Энергия тұрақты болады. Екінші тәсіл – таңғы эликсир. Бұл тәсілді көптеген адамдар жақсы көреді. Бір стақан жылы су алыңыз. Қайнаған су емес, шамамен 40 градус. Оған бір шай қасық лимон үгіндісін қосыңыз. Араластырып, тамақтан 20 минут бұрын ішіміз. Бұл не істейді? Ас қорыту жүйесін оятады. Өт бөлінуін жақсартады. Бауырдың жұмысын белсендіреді. Ал бауыр қандағы қантты реттейтін негізгі орган. Егер бауыр дұрыс жұмыс істемесе, тіпті аш қарынға да қант жоғары болуы мүмкін. Сондықтан бұл сусын ағзаға жұмыс басталды деген белгі береді. Үшінші тәсіл – тағамға дәмдеуіш ретінде. Бұл көп адам күтпейтін әдіс. Лимон үгіндісін салатқа, балыққа, сорпаға қосуға болады. Дәмі ерекше болады. Тағы бір маңызды пайдасы бар. Сіз тұзды аз қолданасыз. Ал артық тұз қысымды көтереді, ісінуді арттырады. Қан тамырларына салмақ түсіреді. Диабет кезінде бұл өте маңызды. Көп адам бірден бірнеше лимон дайындап қояды. Мысалы, 5-6 лимонды үгітіп, банкеге салып қойсаңыз, бір аптаға жетеді. Осылайша күн сайын үккіш жуып отырмайсыз. Ал енді ең қызық бөлімге келдік. Медицинада кейде бір қосу бір тең болады, 5 болады. Яғни, дұрыс комбинация әсерді бірнеше есе күшейтеді. Келесі бөлімде біз дәл сондай комбинациялар туралы сөйлесеміз. Ең күшті серіктестердің бірі сіздің ас үйіңізде қазірдің өзінде бар. Лимон плюс даршын. Лимон плюс алма. Сірке суы. Суықтың қантқа әсері 7 күндік жоспар. Енді ең маңызды нәрсеге келдік. Бұл синергия. Медицинада кейде 2 қарапайым әдіс бірігіп, өте күшті нәтиже береді. Біреуінің әсері екіншісін бірнеше есе күшейтеді. Мұздатылған лимон негіз, бірақ оған дұрыс серіктес қосылса, нәтиже әлде қайда жақсы болады. Ал ең бірінші және қолжетімді серіктес даршын. Бірақ кез келген емес. Мүмкін болса, Цейлон даршынын таңдаған дұрыс. Неге? Даршынның ерекше қасиеті бар.
Ол ағзада инсулиннің әсеріне ұқсас реакция тудыра алады. Қарапайым тілмен айтқанда, ол жасушаларға глюкозаны қабылдауға көмектеседі. Екінші типті диабет кезінде негізгі мәселе неде? Көп жағдайда инсулин бар, бірақ жасушалар оны көрмейді. Сондықтан қант қан ішінде қалып қояды. Ал даршын рецепторлардың сезімталдығын арттыруға көмектеседі. Ал енді елестетіңіз. Лимон көмірсулардың тез сіңуін баяулатады. Ал даршын қанға түскен қанттың жасушаларға кіруіне көмектеседі. Бұл өте тиімді комбинация. Қалай қолдануға болады? Өте оңай. Таңғы асқа, сүзбе немесе ботқа 1 шай қасық лимон үгіндісі, 1 шымшым даршын. Дәмі де жақсы, пайдасы да бар. Көп адамдар осы тәсілді бірнеше күн қолданғаннан кейін өздерін жеңіл сезіне бастайды. Ал енді екінші серіктес туралы сөйлесейік. Бұл табиғи алма сірке суы. Ол да қанттың тез көтерілуін баяулатуға көмектеседі. Әсіресе көмір суы көп тағам жеген кезде. Қалай қолдануға болады? 1 стақан жылы су, 1 шай қасық лимон үгіндісі, 1 шай қасық табиғи алма сірке суы. Бұл сусынды түскі асқа дейін ішуге болады. Бұл әдіс кейбір адамдарға тамақтан кейінгі ауырлықты азайтуға көмектеседі. Бірақ бір маңызды нәрсені түсіну керек. Диабет тек бір өніммен шешілетін мәселе емес. Бұл өмір салтына байланысты жағдай. Сондықтан біз басында айтқан суық факторы өте маңызды. Қазіргі адамдардың өмірі тым жайлы болып кетті. Жылы бөлме, аз қозғалыс, тәтті тағамдар. Ал біздің ағзамыз эволюция барысында мүлде басқа жағдайға бейімделген. Салқын ауа, қозғалыс, қарапайым тағам. Сондықтан кейбір қарапайым әдеттер үлкен өзгеріс бере алады. Мысалы, кешкі серуен. Кешкі тамақтан кейін 10-15 минут серуендеу. Әсіресе ауа сәл салқын болғанда. Бұл кезде бұлшықеттер глюкозаны белсенді пайдалана бастайды. Нәтижесінде таңертеңгі қант көрсеткіші төменірек болуы мүмкін. Салқындау бөлмеде ұйықтау. Ұйқы кезінде бөлме температурасы шамамен 18-20 градус болғаны пайдалы. Бұл арзаға демалуға және гормондардың дұрыс бөлінуіне көмектеседі. Бірақ бір нәрсені міндетті түрде айту керек. Лимон белсенді өнім. Егер сізде асқазан жарасы қышқылдығы жоғары гастрит болса, өте абай болыңыз. Ондай жағдайда лимонды аш қарынға емес, тек тағаммен бірге қолданған дұрыс. Тағы бір қарапайым кеңес. Лимоннан кейін ауызды таза сумен шайып жіберіңіз. Бұл тіс эмалын қорғауға көмектеседі. Ал енді сізге қарапайым, бірақ тиімді жоспар ұсынамын. Мен оны 7 күндік бастама деп атаймын. Келесі бөлімде біз 7 күндік нақты жоспар, күн сайын не істеу керек, нәтижені қалай бақылау керек, осының бәрін қарастырамыз. Мен сізге нақты 7 күндік бастама жоспарын ұсынамын. Оны орындау арқылы сіз қандағы қантты тұрақтандыруға алғашқы қадам жасайсыз. Бірінші күн. Дайындық. Дүкенге барып 5-6 лимон алыңыз. Лимондарды жуып, қағаз сүлгімен құрғатыңыз. Мұздатқышқа салыңыз. Қажет болса, цейлон даршынын тексеріңіз. Кешкі серуен. 10 минут. Бөлмеде сәл салқын ауада. Екінші күн. Бастау. Таңертең аш қарынға стакан жылы су. 1 шай қасық мұздатылған лимон үгіндісін қосыңыз. Таңғы асқа. Ботқа немесе сүзбе плюс тағы 1 шай қасық лимон үгіндісі. Күн бойы өз жағдайыңызды бақылаңыз. Үшінші күн. Синергия қосу. Таңғы асқа лимон үгіндісі плюс даршын шымшығы. Сахарлы тағамдарды мүмкіндігінше азайту. Кешкі серуен. 15 минут салқын ауада. Төртінші күн. Бауырға қолдау. Лимон үгіндісін күн ішінде 3 рет қосыңыз. Таңертең суға, түскі асқа, кешкі асқа. Ұмытпаңыз, ақ қабат, альбедо, негізгі дәрі. Бесінші күн. Алма сірке суымен қорғау. Егер асқазан жағдайы қалыпты болса, 1 шай қасық алма сірке суын лимон суына қосыңыз. Тағамдардан кейін энергияның тұрақты болуын сезесіз. Сахар көрсеткішін бақылау. 6-шы күн. Температура режимі. Ұйықтайтын бөлмені салқын ұстаңыз. 18-20 градус. Бұл ұйқы кезінде ағзаның табиғи регуляциясын жақсартады. Кешкі серуенді жалғастырыңыз. 7-ші күн.
Нәтижелерді талдау. Глюкометр арқылы көрсеткіштерді салыстырыңыз. Артқа қарап, қанттың өзгергенін байқайсыз. Нәтиже 1-ден 0-ден 5-ке дейін болмаса да, ағзаға жеңілдік, аяқ ісінбесі, басыңыздың тұнық болуы сезіледі. Қорытынды кеңестер. Лимонды мұздату басты құрал. Даршын мен алма сірке суы күшті серіктестер. Салқын ауа ағзаны белсендіреді. Жеке бақылау. Глюкометр арқылы прогресті қадағалаңыз. Сабыр мен тәртіп ең басты серіктес. Есте сақтаңыз. Диабет бұл ешқашан өмір бойы қатаң шектеп емес. Бұл дұрыс құралдар мен әдеттер арқылы бақылауға болатын жағдай. Мұздатылған лимон, дұрыс қолданылған даршын, алма сірке суы және салқын ауа бұл сіздің жаңа өміріміздің бастауы. Енді тек әр күн сайын осы қарапайым қадамдарды орындау керек. Сіз дайынсыз ба? Мұздатқышқа лимон салыңыз. Бөлмені сәл салқын қойыңыз және алғашқы қадамды жасаңыз. Бұл сіздің диабетке қарсы алғашқы қаруыңыз.